30 мамыр мына Серік деген досым мені 2 айдан кейін қайтадан келіп тұрмын. Жақсы бір орыс ешкілерін өсіріп жатыр, айран сүтін қатығын ішіп отыр. Соны сіздерге тағы да көрсетейін, көріңіздер. Сәке, ассалаумағалейкум. Уағалейкум, кеш жарық. Қалай жағдайыңыз? Жақсы, әдемі бір алты ойда. Ешкілеріңіз әдемі өсіп қалыпты. Құдай қаласа сүт. 2 ай бұрын келіп едім. Әдемі лақтар өсіп қалыпты. Құдай қаласа. Кешкі сауға дайындап жатсыздар ма? Кешкі сауынға дайындап жатыр ешкіні. Қазір келіншегім келіп ешкіні сауады. Уже 2 ай болып қалды. Сүтін, айранын, қатығын, майын бәрін ішіп желіп жатыр. Өзімізге жетіп жатыр. Мынау енді азаннан кешке дейін лақтар бөлек тұрады ғой сәке. Лақтар бөлек тұрады мінекей. Көрсетеміз. Өздеріне отдельно бөлмесі бар. Бөлмесі сол жерде. Лақтар өсіп қалған. Лақтар өсіп қалған. 4 ай болды ма? 2 ай. 2 ай болды. Бақберген, мынау Серіктің кәсібін білесіз ғой біраздан бері. Ой, соны қызығып бүгін келіп Ой, жатырмыз. вай, соны пікір алмасуға. Рас. Осы Серік ешкі асырағалы бері онша көңіл бөлмейтін ек, енді андасында қосып. Жаңағы, қызық көріп. Жолдас жігіттер ғой бірге. Негізі асырайтын мал екен. Жаңа Серік айтқандай. Немере. Натуральный таза сүт, айран, қатық, май, ірімшік. Бәрі бар. Бәрі қолдан ішіп отыр. Ірімшік. Арасында енді келген. Жем, Жазда қандай жем бересіз? жаздың күні отырып, күрмек и сұлы. Солы. Жазда солай ғой. Қыстың күні сұлы, бидайдың жармасы и отырып. Сосын шөп, көк шөп бересіз? Көк шөп, пресс қой, пресс күні. Күйіс қайтарып тұру керек қой. Бұл ешкі малы күйіс қайтарып тұр. Сондықтан бұған 2 мезгіл шөп береміз. Қорадан шыққан шөптерді де жейді шығар ешкілер? Берсе жейді. Қолың бос болса асырайтын мал екен. Зейнетке шыққанда кәсіп қалады. Жеңгейін шығарып емізейін деп жатыр лақтар. 2 айлық болған лақтар өліп тұрады. Сауып болғасын емізейді. Еміп жатыр. Тамаша. О, Серік ешкілерінің жоңышқаны шауып, майдалап, әрқайсысы бөлек жейтін қып мынандай ақ қойған. Лақтар да жоңышқаға үйренген енді. Баяғыдай бұрынғыдай көп ембейді, өздері жем жейді, шөп жейді. Уже 2 айдан асқан уже лақтарға. Жоңышқа жеп жатыр лақтар. Лақтар да уже жоңышқа жеп жатыр. Шөп жейтін жағдайға жеткен уже. Өздері жем жейді. Бұрынғыдай ембейді. Күзге дейін әдемі туша болады. Келесі жылы көктемде бұларда лақтайтын болады. Әдемі туша болып өседі. Әдемі сүйкімді лақтар міне. Келешек үлкен әдемі ешкі болады. Мына мынау ешкілер, орыс ешкілері уже 3 жасар, 4 жасар. Мынау лақтарына уже 2-3 ай болған. Осыны өсіріп, сауып, майын жеп отыр. Бақберген, Серіктің кәсібі қалай? Ассалаумағалейкум, кеш жарық. Мына маған кәсібі ұнады. Сол Серіктің осы көріп, ұнатып, осы тәжірибесімен араласып, маған да бір жақсы ой кетіп. Дұрыс. Осы құда манау жіп байлақ қой екеуіне, 2 ұрғашы құда лақ атады маған. Осы малыңның басы болсын. Ен салып қойдың ғой? Анау мойында тұр ғой, 2 ұрғашы? Ұрғашы, Соң құда маған атады, осы малыңыздың басы болсын. Дұрыс. Үйге барып, қора салып, осы тәжірибе алмасыға тағы да 1-2 бір мән жайын білейін деп келіп едім ғой. Дұрыс. Сол келгесін осыны енді ешкінің өнімі, сүтін, қатық айранын ішіп жаңа бір рақаттанып денеміз жеңілдеп қалды. Сондықтан мінекей сіздерге де осындай ешкі асырап, мынау Серік 4-5 жыл болды ғой, үлкен маманы болды. Осы сұрақтарыңыз болса сұраңыздар, мен де сол кеп тұрам, сұрап тұрам. Сондықтан бұл пенсияға шыққаннан кейін ермек, денсаулыққа пайдалы, үйіштеріңе, балашанға құрт, шай, май бәрі бар. Сондықтан осыны нағыз, ол анау нағыз жарнама беретін
бұл тіршілік деп ойлаймын өзі. Өте таза, экологически таза продукты ғой. таза. Магазин сүтінен, О, майынан ол- өте жақсы емес ол па, таза. енді осыны енді ішкеннен кейін осы анда-санда келіп ішеміз ғой енді. Иә. Магазин үстінен бірден дәмі бөлек болып тұрады ғой. Енді ол Дәмі де енді қолдікі бөлек, ғой бәрі, қолдікі. қолдікі болғасын енді. Сосын өсімтал мал ғой бұл Иә. мынау енді биыл осы кеше апрельде ма туды, келесі жылы осыны лақтайды өзі. Иә. Бір жылда Лақтары көбейіп жатса артығын сатып жіберуге болады. сатып жібереді екен. Орнына жем аласын, шөп аласын. Өз-өзін шабады ғой. Иә. Мына жер аз, кішкентай шағын жерде қалалық жағдайда өте тиімді, пайдалы, жақсы. Баққанға да өте жақсы. Дұрыс. Бақберген, саған да сәттілік тілеймін. Әумин. Келесі репортажымызда сіздің үйде, сіздің қорда түсіреміз деп Құдай ойлаймын. қаласа, иә. Болды. Міне естідіңіздер, достар. Әрі қарай тәжірибе алмасамыз, хабарласып тұрыңыздар, тіркеліңіздер каналға. Сіздермен керекті ақпаратты бөлісетін боламыз. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сәттілік бар. 1,5 сағатта бірге тұрады. Сосын бөліп таң атқанша. Бөлеміз, жем шөбін салып, жем шөп жеп тұрған нәрсе ғой, отыққан ғой уже. Иә. Өзі отыққан лақтар уже. Жемін жейді, бөлек шөбін жейді. Бұрын бір айлық бұрын кезде түсіргенбіз. Уже күзге дейін әдемі ешкі болып, туша болып шығады бұлар. Арқасында екі лақтан, тамаша. Сәке, кәсібіңізге береке берсін. Үйренем деген кісілер хабарласыңыздар. Жекеге жазыңыздар. Сүті білетін болсаңыздар, өтке денсаулыққа пайдалы. Ауырға жақсы. Сүтті ешкі. Бақберген, мынау ешкінің айранын ішті ғой, қалай екен? Бөлек екен. Дәмі? Дәмі де бөлек. Иә. Күш-қуат адамға бергенде. Иә. Адамның айранның әдемі дәмін сезесің де. Ішкеннен айран қысып. Рақаттанып отырсың ғой. Ыстығынан мен ешкінің майын жедім, ол қалай болды? Ол енді айтып жеткізе алмайсың. Дұрыс, тамаша. Анау пештен алған ыстық нанмен баяғы майды араластырып мыжымай дейтін болады еді ғой. Соның дәмін есіңізге түсті ма? Соны сағынып құданың неге отырмын. Дұрыс. Сәке, кәсібіңізге береке берсін. Айран ішіп, қатық ішіп, әдемі қолдың майын жеп рахаттанып қалдық. Денсаулықта болыңыз. Сіздің кәсібіңізде бізде үйреніп Бақберген кірсек мынау енді. Дұрыс.